Сәлем бердім баршаларыңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, ауызға салсаң еритін, дастарханымыздың сәнін келтіретін кереметтей трайфлдар әзірлейміз. Трайфлдарымызды стакан түрінде және арнайы трайфлға арналған коробка түрінде екі түрде әзірлейміз. Коробка түріне банан қосып әзірледім, өте әдемі әрі дәмді болып шығады. Трайфлдарымызды әзірлейміз. Ол үшін ең алдымен біз бисквитті пісіріп аламыз. Бізге бисквит пісіру үшін Қазақстан шоколадымыз бен сары майымыз қажет. Екеуін бірге ертіп дайындап аламыз. Ерігенше құрғақ заттарымызды дайындап аламыз. Електен өткізілген ұнымыздың үстіне разрыхлителімізді, какаомызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Бөлек ыдысымызды аламыз. Ыдысымызға жұмыртқамыз бен шекерімізді салып, жақсылап ақ пена болғанша миксерлейміз. Құрамына не қосқаным, қанша граммнан қосқаным барлығын описание бөліміне жазып қалдырдым. Менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, әрбір жаңадан салған рецептерім сіздерге бірінші көрініп отыратын болады. Осылай миксерлеп алдық, массамыз екі есеге ұлғайды. Енді алдын ала ертіп алған шоколадымызды құямыз. Миксерлейміз. Миксерлей отыра, құрғақ заттарымызды екі бөле отыра, қоса отыра миксерлеп аламыз. Осылай барлығын қостым құрғақ заттарымды. Миксерлеп, көп миксерлеудің қажеті жоқ. Осылай миксерлеп алдық. Енді листімізді алып, пергамент қағазымызды төсейміз. Дайындап алған тестамызды құйып шығамыз. Барлығын құйып, тегістеп, төрт-үштетіп жағып аламыз. Осылай барлығын жағып алдық. Қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Пісіп шықты көшіктарымыз. Енді суытып, үгітіп аламыз. Қолмен үгітсеңіздер де өте жұмсақ, немесе блендермен үгітсеңіздер де болады. Осылай барлығын үгітіп дайындап алдық трайфлымызға. Енді кремдерін дайындаймыз. Ең алдымен творожный сырымызды аламыз. Творожный сырымыздың үстіне сахарный пудрамызды немесе шекерімізді салып, бір келкі болғанша миксерлейміз. Творожный сырымыз бен сливкеміз холодильникте кемінде 6-7 сағат тұру қажет. Осылай 33%-тік мен молочный гостиниц сливкем пайдаландым. 33%-тік, 33-35%-тік сливке қоссаңыздар өте дәмді болып шығады. Осылай миксерлеп алдық. Крем өзін ұстап тұр. Креміміз дайын. Енді жақсылап лопаткамызбен араластырып аламыз кремімізді. Трайфлдарымыз әдемі көріну үшін мен арнайы осылай узорвар насадка пайдаландым. Кондитерлік пакетімізге осылай кремімізді салып аламыз. Трайфлдарымыздың өзі арнайы осылай стаканы болады. Ең алдымен дайындап алған көшіктарымызды астына үгітілген салып аламыз. Екінші кремімізді саламыз. Барлық жеріне жағып отыра, көшіктарымызды салып, тағы да кремімізді саламыз. Осылай көшіктарымызды салдық. Сіздерге түсінікті болу үшін мен екінші мәрте тағы көрсетіп жатырмын. Бірінші ұнтақтап алған көшіктарымызды, кремімізді, тағы да кремімізді барлық жеріне жағып отыра, осылай барлығын жағып, салып, дайындап алдық трайфлдарымызды. Осылай беттеріне кремдеріңізбен сәндесеңіздер де болады. Мен енді екінші түрін көрсетемін коробкаға қалай істегенімізді. Осылай арнайы коробка сатылады трайфлға арналған. Ең алдымен үгітіп алған көшіктарымызды астына салып шығамыз. Тегістеп алдық. Турап дайындап алған бананымызды барлық шетіне қойып шығамыз. Банан қоссаңыздар өте әдемі әрі дәмді болып шығады. Осылай барлығын тегістеп отыра, барлық шетіне банан салып шықтым.
бананның үстінен қалған кремдеріміздің барлығын салып шығамыз. Кондитерлік пакетпен салсаңыздар да болады. Осылай тегістеп аламыз. Мен тегістеп, бірден шоколадымызды ертіп қоссаңыздар да болады. Мен бірақ холодильникке 3-4 сағатқа қойып қойдым. Осылай бетін жауып, холодильниктен алып, трайфлдарымызды енді шоколадтарын жағамыз. Сәндеу жағы өздеріңіздің еріктеріңізде. Осылай шоколадымызға сливкиімізбен 100 грамм Қазақстан шоколадымызбен ертіп алып, осылай өздеріңізге трайфлдарыңызды шоколад түрінде пайдаланғыларыңыз келсе, осылай шоколадымызды осылай құйсаңыздар болады. Үстіне кремін жағып өз қалауларыңыз. Мен сәндеуінде мятамен алшақ пайдаландым. Өте әдемі болып шығады. Осылай барлығына шоколадымызды жағып, сәндеп шықтық. Осымен кереметтей трайфлдарымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер, бір жасағаннан шығады. Әрі барлық жанның көңілінен шығады. Ұнап жатса лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Стакан түріндегі қараңыздаршы, қандай керемет болып шыққан. Шоколад қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Ол өз қалауларыңыз. Сіздермен бірге болған Таңжарқын. Қош сау болыңыздар. Егер сұрақтарыңыз болып жатса, комментарий бөліміне жазып қалдырыңыздар. Міндетті түрде жауап беремін.